Чапаевна Лепесова әкімшілік бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының 73 бабының 2 бөлігі бойынша кінәлі деп танылып оған 778 мың теңге 500 теңге әкімшілік айыппұл салынсын. Бағдагүл Чапаевна Лепесова әкімшілік бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының 73 бабының 2 бөлігі бойынша кінәлі деп танылып оған 778 мың 500 теңге әкімшілік айыппұл салынсын. Әкімшілік бұзушылық туралы кодексінің 58 бабына сай Бағдагүл Чапаевна Лепесоваға түпкілікті 1 миллион 557 мың теңге әкімшілік айыппұл салынсын. Айыппұл ерікті түрде қаулы заңды күшіне енген күннен бастап 30 тәуліктен кешіктірмей төленуі тиіс. Қаулы көшірмесі табыс етілген күннен бастап 10 тәулік ішінде Ақтөбе облыстық сотына осы сот арқылы шағым апелляциялық өтініш шығарып келтіруі мүмкін. Ай, Сәкен, балам, басқа жер таппадың ба? Анау не? Екі тастың ортасында онымен қоймай секіресің. Ана тас түсіп кетсе қайтесің төмен қарай? Масқара ғой, мына үйде отырып менің жүрегім ауырып жатыр. Сен осылай істемессің. Үйге қайтшы тезірек аман есен. Жазық бір дұрыс жерге барып секіріп жасауыңа болады ғой, мына масқара ғой.